Сәлем оқырмандарым, сіздермен Арайдың асханасы майонезсіз жасалатын өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Қонақтарыңыз келсе де ұялмай дастарханға ұсына аласыздар. Өте пайдалы салат. Алдымен қайнап тұрған суымызға брокколи мен цветная капустаны қайнатып аламыз. 3-4 минутта пісіріп алсаңыздар жеткілікті. Пісіп шыққаннан кейін салқын сумен бір рет жуып жіберіңіздер. Одан кейін үстіне қиярымызды, черри помидор, сәбізімізді терканың осы ұзын бөлігінен өткізіп аламыз. Чеснокты терканың ең ұсақ бөлігінен өткізіп, 2 ас қасық соевый соус қосамыз. Және де дәміне қарай кішкене тұз қосыңыздар. Ол тұзды сүруді ұмыт кетіппін. Және де паприкамызды қосып, қызып тұрған сұйық майымызды чесноктың үстінен салып жібереміз де араластырамыз. Ең соңында кинзамызды өте ұсақтап турап қосып жібереміз. Кинза өте ерекше дәм береді. Қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, өте дәмді болып шығады, қыздар. Қонақтарыңыз келсе, міндетті түрде дәл осы салатты жасаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.